Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде жүйелі түрде жұмыс жасап келе жатқан қазақ әндері жобасы өз жалғасын табуда. Ұлттық құндылықтарды құрметтей білуге тәрбиеленіп келе жатқан зияткер оқушылар жыл көлемінде білім ордасының мерекелік шараларында халықтың рухани жан дүниесін бейнелейтін қазақ әндерін шырқап, көрермендер қошеметіне бөленді. Талантты оқушылардың өнерлерін анықтау және сахна мәдениетіне тәрбиелеуге бағытталған «Шабыт алаңы» жобасы аптаның әр сейсенбі күні мектебіміздің акт залында өтті. Шабыт алаңында өнерпаздарымыз тәрбиелік мәні жоғары қазақ әндерін сахна төрінде орындауға тамаша мүмкіндікке ие болды. Атап айтсақ, республикалық Қош келдің әз наурыз балалар байқауының жеңімпазы 10-ші И сынып оқушысы Оразова Алинаның орындаған қазақтың халық әні «Япырай». 8-ші Си сыныбы оқушыларынан құралған мұрагер фольклорлық тобының орындауындағы халық әндері «Қалаулым», «Сәулемай», «Еркемай» әндері оқушылар мен ұстаздар қауымын көңілінен шықты. Адамгершілік пен зұлымдықты, әділет пен әділетсіздікті, ата-баба өсиетін, өмірлік қағидасын қадір тұтуды үйрететін Бұхар жырау термесін Нұрсұлтан Ақбота алғаш рет домбыра аспабының сүйемелдеуімен шырқады. Оқушылар домбыра аспабында өздері сүйемелдеп орындаған әннен ұлттық салт дәстүрге деген құрметтің айқын белгісін көруге болады. Сондай-ақ, қазақ ән өнерінің майталманы сазгер Ескендір Хасанғалиевтің «Бозторғайым» әні жобаның ашылу салтанатында орындалса, Шабыт вокал тобының сүйікті «Айналдым елім» әні саябақтар шеруінде бірнеше дауыста шырқалып, туған жерге деген сүйіспеншілік құндылықтары насихатталды. Желтоқсан айында Император сауда кешенінде өткен дәстүрлі Ұлы дала мұрагерлері атты домбырашылар флешмобында Тұлпар триосы Өмірқұл Айниязовтың «Бабалар рухы» әнімен көзге түссе, халықаралық Астана Гранд фестиваль байқауының бірінші орын иегерлері Семейбекова Ризаэль және Түсіпбекова Әйгерімнің орындауында «Туған ел» әні қала халқына мерекелік көңіл күй сыйлады. Әсіресе шетелдік қонақтар ұлттық өнерден ерекше әсер алып, ризашылықтарын білдірді. Тәуелсіздік күніне арналған ұлттық өрлеудің ұлы күні тәуелсіздік атты мерекелік тартуда Өркен вокал тобы Өмірбек Бәйділдаевтың «Туған жер» әнін бірнеше дауыста орындап, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Сондай-ақ, наурыз айында өткен әйелдер мерекесіне арналған «Ана өмір, ана ұстаз, ана көктем» концерттік бағдарламасы мектеп ұстаздарына және аналарға арналды. Мерекелік концерттің соңында Өркен вокал тобы «Анаға арнау» атты попурриін шырқап, залда отырған ұстаздар және ата-аналардың жүрегіне мейірім сезімін сыйлады. Көрермендер әнді бірге қостап, орындаушыларға қолдау көрсетті. Мерекелік концерт Шамшы Қалдаяқовтың «Ана туралы» жыр әнінен бастау алып, Ескендір Хасанғалиевтің «Анаға сәлем» әнімен жалғасып, Марат Омаровтың «Анашым» әнімен аяқталды. Наурыз мерекесі аясында
қазақ әндері жобасына енген баға жетпес асыл мұраны кеңінен насихаттап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, талантты жастарымызды өнердің Кәусар бұлағының нәр алғызып, шеберлігін шыңдауға ықпал ету мақсатында Шаңырақтар аламаны шығармашылық фестивалі ұйымдастырылды. Шаңырақтар оқушылары, кураторлар және ата-аналар жоғары белсенділік танытып, өнерлерін ортаға салды. Әр шаңырақ жоба аясындағы халық әндерін таңдап, көпшілік қауымға ұсынды. Таңдалған әннің тақырыбын шаңырақ ұжымдары би театрланған көрініс арқылы аша білді. Әділ қазылар алқасының шешімі бойынша жеңімпаздар жүлделі сыйлықтармен марапатталды. Алдағы уақытта еліміздің мәдени мұрасын қолдауға және насихаттауға бағытталған мағынасы мазмұнды қазақ әндері жобасы аясында мектебімізде әр түрлі шаралар өткізілмек. Күнтізбелік мерекелерде және дәстүрлі шабыт алаңы шығармашылық жобада әлі талай әуезді әндер шырқалары сөзсіз.